Қыздар, өткен видеода мен комбинезонның капюшонын тоқуды бастап көрсеткен болатынмын сіздерге. Сол жерде бір дұрыс айтпай кеткен жерім бар екен. Осы жерде сіздерге қазір түсіндірейін. Біз капюшонның арт жағынан мына иығы басталған жерден екі маркер қойған болатын, және ортасынан бір маркер қойған едік. Бірінші қатарда осы екі жағынан маркердің қасынан бір петлядан қосқан едік. Екі петлядан қосып, келесі қатарда, оң қатарда, яғни теріс қатарды тоқып келіп, изнаночный сторона тоқып, оң жағына келген кезімізде ортасынан маркердің қасынан бір петлядан қосатын едік. Келесі қатарда тағы да солай иық жақтағы екі маркерден қосып, келесі қатарда ортасындағы маркердің қасынан қостық, яғни чередовать еттік, кезектестіріп. Солай тоқып келе жатасыздар да, сіздерде әркімнің баласының басының размері әртүрлі ғой. Мысалға, охват головы менікінде 48-50. Сіздерде егер 0-3 айлық болатын болса, ол 42-44 болуы мүмкін, 6 айға дейін болса 45 болуы мүмкін деген сияқты. Сіздер өздеріңіздің размерлеріңізге қарай тоқисыздар. Сосын осылай қосып келген кезінде бір шамалы 10 сантиметрден кейін қарап отырасыздар. Негізі мына менде метраж бар екен, бұл қазір пока линейкамен өлшеп көрем. Өлшейтін кезінде метражбен мінекей осы мына тоқылып тұрған жағынан өлшейсіздер. Где-то қанша сантиметр болатқан. Мысалға менде 48 сантиметр, охват головы. Сол 48-ге плюс 10 сантиметрдей болу керек. 48-50-ге плюс 10 сантиметрдей, сонда 58-60 сантиметр болу керек менікі. Себебі капюшон баланың басында тұрған кезінде бос тұру керек. Яғни қозғалғанға бос тұру керек, қалпақ киген кезінде тартып қалмау керек, бос тұру керек. Сол үшін свободный тоқимыз. Мен қазір былайынша линейкамен есептеп көремін. Менікі сол 58-60-ға келейін деп тұр ғой. 60-ға келіп тұр да. Сіздер метражбен өлшейсіздер ғой. 60 сантиметр болып тұр менікі. Егер де сіздің балаңыздікі басы охват головы 44 болса, 54 сантиметр болу керек мына жер. Сонда сіздер мына капюшонды тоқып бастаған кезінде мына жақтан өлшеп отырыңыздар. Бір 10 қатардан кейін өлшеңіздер. Өздеріңіз осы қосып келіп отырып, тура мен жаңа өлшегенде өлшейсіздер. Өздеріңіздің қалаған сантиметрлеріңізге жеткен кезінде мына маркер қосып тоқып отырдық қой, сол маркерлерді алып тастайсыздар да, жай маркерсіз, яғни ешқандай петля қоспай тура тоқи бересіздер. Сөйтіп сантиметрді қараңыздар, мінекей капюшонның размері, мынау 3 айлыққа дейінгі баланың размері еді, мынау 6 айлыққа дейінгі, мынау 9 айлыққа дейінгі, 12 айлыққа дейінгі, мынау 12 мен 18 айлыққа дейінгі, 27 мен 30 сантиметрдің аралығында болады. 27 сантиметр жетеді негізі. Мінекей қыздар, осы сантиметрге жетесіздер. Әркім өзінің размерінің сантиметрін алады. Менікі 23 сантиметр болу керек. Менікі бір где-то 23 емес, қазір негізі 20 сантиметрдей болып тұр. Я 20-дан асып тұр екен. Мысалға, сіз 21 сантиметр тоқуыңыз керек болса, бір 19 сантиметрден тоқтайсыз да, яғни мына общий 19 сантиметрдей болу керек та. Содан кейін менімен бірге тоқуды жалғастырасыздар. Мен әрі қарай қалай тоқитынын түсіндіремін. Сол 21 сантиметрге жеткен кезде сіздің капюшоныңыз болады ғой. Менікі мысалы 23 сантиметрге жеткен кезінде капюшоным размері болады. Менде қазір бір 21 сантиметрдей болып тұр. 20-21. Енді мына жерден қазір біз тігіп жабасызсақ, мына жері былайнан не болып қалады? Тік болып қалады. Негізі капюшон тік болғанда ешнәрсе қылмайды, бірақ мен өзіме тік болған ұнамайды, сондықтан мен мына жерді кішкене округлять етемін, домалақтандырып, былайнан тұратын сияқтап. Ол үшін не істеу керек екенін үйретемін, яғни тағы да 3 сантиметр тоқимын.